Мен не түске дейін ұйықтаған ба? Цзин маған хабарласпапты да. Цзин ханым, мырза сізде бүгін демалыс деді. Үйде демалыңыз, жұмысқа барудың керегі жоқ. Рас па? Мен не ұйықтап жатырмын ба? Цзин маған расымен демалыс берді ме? Алло, Демалысқа байланысты. мен бір тиран емеспін. Сен кеше қатты шаршадың. Сол себепті бүгін өз демалысыңда демал. Олай болса, рахмет. Олай болса, жалғастырайық. Өзін үйдің ханымымын деп ойлаймын. Тіпті мен түске дейін ұйықтамайым. Анашым, мүмкін Мусюань кеше Сяубайға қараймын деп шаршаған болар. Цзин бүгін оған демалыс берді. Жұмысқа бармай-ақ қойсын, кішкене демалсын. Ехань, сен оны қолдайсың ба? Айтпақшы, менің Гохенім қалай? Ауруханаға елдің ең мықты деген дәрігерлерін шақырдық. Ол есін жиған кезінде оны Сяубаймен таныстырамыз. Жарайды, күте тұрайық. Анашым, өтінем көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Гохен тағдырдан қашып құтылмайсың дейді. Жамандықты ойламауға тырысайық. Түсіндім. Риза, президент қайда? Ауруханада. 1 сағаттан кейін оралады. Не болды? Кейбір құжаттарды алып, маған ауруханаға келші. Ауруханаға?